Баршаңызға сәлем достар, қош келдіңіздер менің каналыма. Бүгін мен сіздермен пирог улитка заварным кремом рецептімен бөлісетін боламын. Осы видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бізге керек ингредиенттерді айтып өтейін. ұн, сүт, жұмыртқа, ашытқы, қант, жұмыртқаның сарысы, сұйық май, сары май, кукурузный крахмал, қаймақ, ванилин және тұз. Алдымен заварной крем дайындайтын боламыз. Сотейникке сүт, жұмыртқаның сарысы, қант, кукурузный крахмал, ванилинді салып, жақсылап араластырып аламыз. Заварной кремімізді отқа қойып, қоюланғанша осылай араластырып тұрамыз. Міне осындай болып қоюлану керек. Кремімізді 5-10 минуттай суытып алдық. Енді қаймағымызды қосып, жақсылап араластырып, креміміздің бетін пищевой пленкамен в контакт жауып, суығанша кремімізді осылай қоямыз. Алдымен ашытқы ашытып аламыз. Жылы сүтке ашытқы, 1 ас қасық қант салып, 5 ас қасықтай ұн салып, жақсылап араластырып, 10 минутқа қоямыз. Ашытқымыз ашыды, жұмыртқа, қант, сармай, ванилин, тұз салып, жақсылап араластырып аламыз. ұн салып, қамыр илейміз. Илеген қамырымызға 1 ас қасықтай сұйық май құйып, жақсылап илеп аламыз. Қамырымыз осындай болып шықты, бетін жауып, 1 сағатқа бір көтергенше қоямыз. Міне қамырымыз көтерілді. Нан тақтайға ұнды сеуіп, қамырымызды оқтаумен жайып шығамыз. Жайылған қамырымызды 6 бөлікке бөліп шығамыз. Суыған заварной кремді кондитерский мешокқа салып алдым. Енді қамырымыздың үстіне жағып шығамыз. Енді қамырымызды осылайтып жауып шығамыз. Формамды алдын ала дайындап майлап қойдым. Енді қамырымызды улитка формасын келтіріп, салып шығамыз. Жиырма-25 минутқа көтерілгенше бетін жауып қоя тұрамыз. Қамырымыз көтеріліп шықты. Жұмыртқаның сарысына 2 ас қасық сүт қосып, үстіне жағып шығамыз. 180 градусқа 25-30 минутқа пісіріп аламыз. Міне достар, улитка пирогымыз дайын болды. Міндетті түрде осы рецептпен дайындап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қараңыздар үшін көп-көп рахмет. Сіздермен болған Гүлсезім.